рухани жолға өз өмірімді өзгерту үшін келген едім, бәрі керісінше кетіп жатқан сияқты. Бұрынғыдан да қиындап кетті деп айтып жататын адамдарды естиміз. Алғаш рухани жолға аяқ басқан кезде барлығы керемет, барлығы оңай сияқты көрінеді. Аффирмация айтып өз өмірімді өзгерте салам. Бір жерім ауырса психосоматикамен емдей салам. Өмір деген рахат, өмір деген оп-оңай деген көзімізде алаулаған от болады. Кейін сол оттың ұшқынын да таппай қалып жатамыз. Оның себебі неде? Жалпы рухани жолды комада жатқан адамның хал жағдайымен салыстырсақ болады. Сіз осы уақытқа дейін комада болдыңыз. Еш нәрсені сезбейсіз, еш нәрсе керек емес, комада жатқан адам болдыңыз. И вдруг сіздің душаңыз оянады. Денеңіздің бәрін обезболивать етіп тастаған, сіз еш нәрсе сезбейсіз. Бүкіл аппаратта жатырсыз. Ауа жұтатын аппарат, қан айналдыратын аппарат, барлық бір дайын жүйеде, дайын системада жатырсыз. Вдруг душа оянады. Душа оянғанда денені обезболивать етіп тастағаннан еш нәрсе сезбейді. Ана душа өздігінен демала бастайды. Аппаратты көмегінсіз. Оянды ғой ол. Аппаратты алып тастайды да өздігінен демалады. Өздігінен демалғанда мына ауаның кереметтігін сезінеді. Көзін ашып жарық күнге қарайды. Құстардың сайраған дауысын естіреді. Вау, қандай керемет, бұл не деген ғажайып деп ойлайды. Рухани жолға қадам басқанда бізде тура сондай болады. Бүкіл нәрсені өзіміз істейтінімізге сенген кезде өмір тамаша сияқты, не деген керемет жол деп ойлаймыз. Не деген керемет бақыт деп. Кейін өзіңіз оянғаннан кейін денеңізбен не болып жатқанына көңіл бөле бастайсыз. Ақырын жүрегіңіз шаншып ауыра бастайды. Жүрекке жиналған өкпе, реніш, ашу, ыза барлығы шыға бастайды. Менің жүрегім шаншымайтын еді ғой, бұрында бұндай жоқ еді ғой, неге ауырып жатыр деп ойлайсыз. Омен жұмыс жасайсыз. Кейін екі бүйрегіңіздің ауырып жатқанын сезесіз. Ойда толған қорқыныш, қозғала алмау, тұрып қалған энергия. Омен жұмыс жасай бастайсыз. Оны әрең дегенде реттеген кезде асқазаныңыздың ауырып жатқанын байқайсыз. Ешкімге жоқ деп ата алмайтыныңызды, өз шекараңызды білмейтініңізді, өз эмоцияңызды шығара алмайтыныңызды түсіне бастайсыз. Оймен өліп талып 2-3 жыл жұмыс жасайсыз. Әрең деген кезде, емдеген кезде жатырыңыздың дұрыс жұмыс жасамайтынын түсінесіз. Оны емдеп болған кезде аяқ қолыңыздың ауыратынын түсінесіз. Яғни рухани деңгейде тереңдеген сайын әрбір органыңыз мен ауырып тұрмын, маған көңіл бөл деп, әрбір ауру бірінің артынан бірі шыға бастайды. Ал сіз оны кезекпен емдей бастайсыз. Сол себепті адам рухани жолға түскен кезде неге бәрі қиын болып кетті деп ойлайды. Сіз оған дейін комада болдыңыз. Сіз білген жоқсыз, еш нәрсені түсінген жоқсыз. Ал жаныңыз денеңізге кіріп ояна бастаған кезде денеңіздің барлығын осындай бір тірі өліп болып жатқаныңызды сезесіз. Содан кейін әрбір денені жарықпен емдей бастайсыз. Сол себептен рухани тұрғыда тереңдеген сайын әртүрлі аурулар, әртүрлі теріс бағдарламалар, өзіңді емдеп, санаңды емдеп болсаң артыңнан өткен воплощенияларың тұрады, ол воплощение емдеп болсаң ата тегің тұрады, оны емдеп болсаң астралың тұрады, оны емдеп болсаң кармаң тұрады деген сияқты осындай қиын әрі қызықты жол рухани жолда күтіп тұрады сізді. Бұл оянудың алғашқы белгілері. Және осы жолдардан дұрыс өткен адам бүкіл органын восстановить етіп, бүкіл сана сезімін восстановить еткен адам тірі адамға айналады. Яғни шын өмірде тірі адам ретінде өмір сүре бастайсыз.